Тараз өңірінің түлегі қазіргі таңда Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінің студенті Аруна Керімбек, Астана. Арунамен айтысатын Айнабек Бейсенғалиев, Орал қаласы, Ақжайық ауданы. Белгілі айтыс ақыны Сағынтай Бейсенғалиевтің ұлы. Бисмилля, сөздің басы болатұғын, бұйырса бағымыз бар қонатұғын. Ассалау мағалейкім, амандастым мен баяғы Айнабек сол ақының. Аман ба Орал деген оғлан қалам, 4 ғасыр тарихы бар шолатұғын. Армысың айналайын Ақжайығым, омырауын Оралтаудың соратұғын. Омырауын Оралтаудың сорған менен әлі де түрің жоқ қой толатұғын. Жайығым жүрегімде сен ғанасың, байығым боп көңілде қонатұғын. Ағысы басқа жақтан аққан менен, тынысы біздің жақта соғатұғын. Тілегі бір қашанда түбі бірдің, тірегі бір құдайдан жүгі бірдің. Елдің жүгін арқалап шыққаннан соң, сын болар өзі бізге сүрінудің. 60 жыл Ақжайықтың айтысына орынны бөлек маған бұлығымның. Кімдердің бағы жамбат десеңізші, үстінде сенің текті тұғырыңның. 50 жыл толған кезде Ақбатаңмен арасына енгенмін дүбіріңнің. Содан бері келемін көз алдыңда, өнердің өрісі деп мұны білдім. Ағайын ақыныңды бір қолдақ қой, мен де сенің өсірген бір ұлыңмын. Жарты ғасыр жасаған жүр көшіңе, жарты жолдан қосылған құлыныңмын. Нәгигәгім, нәгигәгім. Сұлулық көрген сайын құнықтырат, бойдағы бар қайғыны ұмыттырат. Жаныма Арунадай ару кепті, көңілім көрген бойда жылып тұрат. 20 жылдық тойында Астананың 20-дағы қызыммен қылықтырақ айтысып отырғаным қандай бақыт, айым ылғи оңынан туып тұрат. 15 жылдық тойында Елорданың төрінде кеткен едім жұрт қунап. Атақты Айнұр менен айтысып мықтылар сахнада шынықтырат. Мен өзім Астананы жақсы көрем, мен дегенде бүйрегі бұрып тұрат. Анда-санда болса да қарсы алдымнан айдай сұлу қыздары шығып тұрат. Ешкімнің маңдайына бүйірмайтын 5 жыл сайын подарка қылып тұрат. Сен бүгін Жайық деген жер көресің, қаймағы бұзылмаған ел көресің. Елбасы жасыл қала деп атаған Оралдың ауасымен емделесің. Күн сайын абаттанған Астананың аманатын арқалап сен келесің. Сен бүгін көңіліме төр бересің, сен бүгін өміріме өң бересің. Өзіңде Астанадай сұлу қызсың, есілдің толқыны боп тербелесің. Астанаға құмарың қанбайды ғой, көшесімен бір жүріп көрмегесін. Көшеңменен бір жүріп көрейінші, мені біреу еріккен ердемесін. Өйткені ер жігіттің несі жігіт, көшесін қорғаймын деп өлмегесін. Ағатай, Аруна енді жырласын. Әйелің бала шағаң бар, аузыңның суы құрғасын. Астана
сыйғып берді деп, қасыма ару келді деп, сағыңыз бірден сынбасын. Көшеңмен жүріп өтейін дегенің тіпті күлкілі, ұшырайсың ғой сынғашын. Менің ештеңем кетпейді, осы сөздерің өзіңді таяқ боп келіп ұрмасын. Сен сайран салып жүргенде, есіңді жиып бір демде, бір бұрышында көшенің әйелін күтіп тұрмасын. Ай. Құдайдың бергеніне тоба қылдым, табаным тисе шынай торабыңның. Оралым, ордал елім, аманбысың төріңде, бүгін міне қонағыңмын. Тұңғыш рет кеп тұрмын көп армандап, жырлайын түбін таусып қорабымның. Астанада оқитын қызың едім, ойлайды дейсің, оның обалың кім? Бүгін диплом алатын күнім еді, заңына бағынамыз жоғар үннің. Айтыспенен бір күнге түсіп қалып, амал жоқ мен өзімше жоба қылдым. Қызыл диплом аласың кетпе деді, мен бірақ өнерге адал бола білдім. Көптен бері келгім кеп жүрген еді, ырқынан шыға алмадым сол арынның. Қызыл дипломды да тастап келдім, ақ батасын алам деп оралымның. Халыққа жырларымды арнап балдай, айтайын әр сөзімді таңдап талдай. Таластың талдырмашым тауда өскен, жайыққа ұшып келдім самғап талмай. Баһадүр батырлардың мекенісің, тарихың қалмас екен ардақталмай. Исатай Махамбеттің жолын жалғап, жігіттер өсіп жатыр жаңғақ талдай. Ал қасымдағы кісі бір түрлі екен, 10 күн тамақ ішпеген солдаттардай. Қап-қара қусүйек боп қайдан шықтың, білмеймін сендегі бес салмақ қандай. Оралдан орны бөлек жан күтібем, кешегі өр мінезді саңлақтардай. Бұрын соңды көрмеген кісімедің, отырем жан екен деп барлап қандай. Құдай-ау талып қала жаздадым ғой, қушиып сен шыққанда қаңбақ шалдай. Қорықпа, келіншегім қалада жоқ. Жан емес ондай сөзге салар әлек. Мені қатты сүйеді онымен де, бірімізді біріміз бағалап ек. Өміріңді өзгертіп жібермеспін, көңіліңді аша бер ағаңа деп. Бәгигәгім, бәгигәгім. Біздегі ақындардың бәрі азулы, ішіндегі мен едім қаражынды. Тараздың талдырмашы сен екенсің, жөніммен айталатын дара жырды. Арықтығың тіліме тиек болып, ойыңдағы арнадың бара зілді. Салмағымды весімді білгің келіп, сұрақпенен қойдың ау талабыңды. Бір қарасаң жеңіл боп көрінемін, салмағым бірақта бір шама зілді. Сенбесең өзің өлшеп тексерерсің, сындыратын шамам бар таразыңды. Әгигәгім, әгигәгім. Жақсы болу шарт емес бәрі-бәрі, тауықтың тары дейді танығаны. Қаңбақ шалдың жүрмейтін жері жоғау, бұл теңеу сәннен қашан алынады. Дәулерді айламенен жеңген шалдың басына ақыл шығар дарғаны.
жарайды солай болса солай болсын, несіне бұлайына бек қамығады. Қушиған қарсыласты қанағат қыл, жүрегің оған неге жарылады. Қаңбақ шалдың беліне байлағаны, қарағым біздерден де табылады. Әгигәгім, әгигәгім. Жұлдызын жарық түннің санап тұрсам, тамсанып күн батырып таң аттырсам, жанымдағы тараздың аруынасын жарасар аймен күнге балап тұрсам, айтасың отбасымның бар екенін дер кезінде тоқтармыз талап қылсаң, дегенменен түсінер бәрім мені аузымды ашып азырақ ағат қылсам, Кененнің ауылынан келген қызға айтшу көкшолақ деп жанап тұрсам, Жамбылдың жас қызына жараспай ма, Жамбылдың көзіменен қарап тұрсам, мәгигәгім, мәгигәгім. Ағамыз қарындасын жатсын басын, бағамыз төмен түсіп сақсын басын. Қара жынды деп сені кім айтып жүр, мен үшін сүттен әппақ ақтырнасың. Әйелі қалада жоқ болған менен, бұл жұтпай орындатты тапсырмасын. Басында батылдау боп отыр еді, қояйын деді баста бақ тұрғасын. Қорқама құрметтейме кім біледі, әйтеуір таптым мұның жапсырмасын. Әйелін бір есіне сап қойып ем, байғұс бірден тартты ғой аттың басын. Сөзіме қойылып тұр үтір әлі, әйнегі көңілімнің шытынады. Осындай ағалар мен жас қыз шықса амалсыз айла таппай ұтылады. Ал бұлардың ашылып махаббаты, қырындап қайта-қайта құтырады. Ағатаяу мұның не деп сұрасаң, Жамбыл мен Кененді айтып құтылады. Ағатай айналайын құрметтелші, Жамбылды бітпейтін бір жыр деп келші. Қазақтың паспортына айналған ол, мұнымды сізге айтқан сыр деп көрші. Сыныққа сылтау қылмай айналайын, тұғырға шыққандығын жүлдетсеңші. Үйренетін жағы көп Жабаевтың жан-жақты мәліметті түрлетсеңші. Қызға ғашық болғанын айта бермей, елін сүйген жүрегін үлгетсеңші. Жасырмай айтар болсам жайымды айқын, халықсың қанатымнан қайырмайтын. Ақ жайық айтысының 60 жылы келді кез тақырыпты пайымдайтын. Жайықтың жойқын мінез ақындары ел үшін еш нәрседен тайынбайтын. Ғарифолла, Хамид пен Қатимолла өлеңді қанша айтса да тойынбайтын. Жарқ еткен найзағайдай асыл бегің, қаймағын қар өлеңнің қайымдайтын. Дариға шолпан менен үзілдігің, халықты арыл өлеңнен айырмайтын. Бауыржан Халиолланы кім білмейді, бір өзі бір қамал ғой алынбайтын. Айтыстың автоматы деп бағалап жүрсін ағам қос қолдап мойындайтын. Жайықтың ақындары Махамбеттің алдаспаны секілді жалындайтын. Осындай дарабоздар тұрған кезде сіздерге еш нәрсе жоқ уайымдайтын. Жасқанбай бәрі топтың алдында жүр, бүкпесіз жеткізейін ойымдайқын. Ақ жайық менің шөлкен заводсында айтыстың қаруларын дайындайтын. Айтысып бірегесті бастап едік, сөзіміз көрерменге жақса дедік. Бауыржан Халиолланың шәкіртісің, соңынан кеттің тегі шапшаң еріп.
сол кісі жұмыс қалып топқа қосып, сүйрелеп жүреді ылғи жақша көріп. 30-дан асқаныңша бір қалмадың, уәдеңе жан екенсің қасқа берік. Сенің қатарластарың ұстаз болып жүр, шәкірт тәрбиелерең тапсаң ерік. Дидар мен Еркебұланнан үлгі алсаңшы, өздері егіп жатыр бақша көрік. Сен болсаң оны мүлдем ойламайсың, қолда қамшы ағатай баста бөрік. Ұстазыңды тоздырып әлі жүрсің, шәкіртіңді оздырар жасқа келіп. Алпыс тамырдан қан айналса, ашылар көңілдегі сарайғанша. Аппағым деп сұлатып түсірдің ау, ойға келмес сөз екен оны ойланса. Ақтырнам деп айттың ау Айнабекке, ақтырнаңды лақтырма олай болса. Жас болсаң да жасымас өткір дейсің, жайыққа жырымды алып жеттім дейсің. Жамбылдың үлгі ететін жақтары көп, басқасын бекер айтып кеттің дейсің. Менің де үлгі еткенім сол емес пе, өзің кеп жүректегі шоқ түрлейсің. Әрине елін сүйген бір жігітпін, қалқамау қыр-сырымды көп білгейсің. Қазақтың қызын сүю деген сөзді, қазақтың өзін сүю деп білгейсің. Әгегәгім. Жақсылар жүрсе менің жан жағымда, орындалды деп білем арманымда. 60 жыл бұл айтыстың көшін, 60 жыл Ақжайықтың айтысына білеміз арланында, тарланында. Бәрі де өнер үшін өліп талған, ел жұртынан аямай барларында. Солардың барлығына мен шәкіртпін, бұлай десем айыбы барма мұнда. Менің жолым Жарқынбек Орынбекпен, Бауыржан Мейірман боп жалғануда. Ұстазым Бауыржандай батыр ақын, айбыны Алатаудың ар жағында. Әлі де үйренерім көп болғасын, дұрыс соның қасынан қалмауында. Бәукеңе 6-дағы бала түгіл шәкірт қой, 60-дағы шалдарыңда. Әгегәгім. Бұл айтыс Ақжайықтың ары болған, 60 жыл сақыннаның сәні болған. Ұстазым Бауыржан деп айттым жаңа, жайық түгіл Алаштың бағы болған. Ерікқали ағамда бір ұстазым тұратын, үмітімді жағып алдан. Біздегі айтыстарды жүргізеді, өзінің сара жолын салып алған. Талай таланттың көзін ашып, өнерменен өрісін танып алған. Ерекеңнің еңбегі еленсекен, сыйлататын орынын алып алған. Ешкімге еленбеген мұна мені жердің бір түкпірінен тауып алған. Әгегәгім. Кешегі көзіндей боп сарақынның, сақынада сәнденіп дара тұрдың. Өзіңді қарындасым деп сыйлайын, мен емес қой көңілге салатын мұң. Айтыстың аспанында қалықтай бір айтыс деген айбыны ана тілдің. Өлеңнің өлгесінде шарықтай бер өлең деген өмірі әр ақынның. Биыл диплом алмақсың Астанадан, 4 жыл бойы арайлы таңадырдың. Арыңның белгісіндей ақ орамал басыңа келсін көкем жабатын күн. Әулетіңнің ошағын жағатын күн, енеңнің сиырларын сауатын күн. Барған жерің тектінің жұрты болсын, ортасын қақ жаратын қара қылдың.
беліңе түсіп тұрған қос бұрымың жарыңның саусағыммен таратылғын. Бақытты бол аруына шайналайын, осылай тілеп кетіп баратырмын. Өйткені сен анаңның құрсағынан бақытты болу үшін жаратылдың. Ағамның сөзі майдай жақтағайын, кеудемнен енді жырды ақтарайын. Оқу бітіп диплом ал деп жатырсың, оныңа мен де енді шаттанайын. Баған айттым дәл бүгін Астанада, диплом беру кешіміз өтті ағайын. Оған үлгермегенге жасымаймын, жайықтың жұртын көріп шаттанайын. Бұл жақта да мүмкіндік көп негізі, бұйырса сүйіншілеп мақтанайын. Айтыстан орын алсаң диплом берет, ауылыма менденді аттанайын. Оралдан олжалы боп оралдым деп, ауылыма бір диплом ап барайын. Ойында адамдық бар, айласы жоқ, ағатай бұлбұлдай боп сайра шүгіп. Айтыста айтқанымды қарындастың қарымды қалжыңы деп ойлашы тек. Айын емес сен асылдың сынығысың, сондықтан тереңдерге бойлашы көп. Сәрсенғали ағаның тұяғысың, сондықтан жұлдыздай боп жайнашы көп. Айнабек деп өзіңе есім берсе, ағатай тереңдерге бойлашы көп. Аманатын арқалап аман жүрші, әкеңнің өнерінің айнасы боп. Қол соғып қошеметтеп қояйық, ардақты ағайындар. Аға мен қарындастың әдемі айтысын жасады. Солай ғой?